Ассалаумағалейкум ағам. Белің ауырып жүр ма? Онда мына жаттығу жаса. Белдің ауыратын себебі соның 70-80% үнемі арқалыққа, орындыққа отырып жұмыс жасаудан немесе шалқадан түсіп жатудан. Я шалқаға түсіп жатамыз, я орындыққа отырамыз. Орындыққа отырғанда мына арқа сүйейтін арқалығы бар орындыққа отырып бүйтіп шалқайып отырамыз. Содан орындыққа отыратын болсақ, осы арқалығы жоқ орындыққа отырған ең тиімді екен. Енді белің ауырып жүретін болса, мына жаттығуларды жасасаң, Құдай қаласа күніге бір рет болмаса 2 күнде 1 рет жасап тұрсаңыз, осы жаттығуды әрқайсысын оннан жасасаңыз, беріңіз еш уақытта ауырмайтын болады. Бұл тексерілген жаттығу. Мен осы жаттығуды өзім үнемі орындап жүрмін. Бел аурудан қазір құтылғаныма Құдайға шүкір деп айтайын. 5-6 жылдың көлемі болды. Арқа жүру. Бұл екінші түрі. Бірінші түрі мынау. 1, 2, бұлар неге екі жаққа қисайып жұмыс істеп жатамыз? Өйткені өмірде тек қана былай ғана көтермейсің ғой. Тек қана былай еңкейіп те жата алып қалуы мүмкін, былай еңкейіп те жата алып қалуы мүмкін. Сондықтан осындай өмірдегі шынайы қимыл қозғалысқа негізделген жаттығулар. Бірақ есте болсын, үнемі арқа жүру. Үнемі былай істеуге болмайды. Былайынан не істесеңіз де өмірде де соны еске ұстап жүріңіз. Өмірде жұмыс істегенде де арқаның бәрі үнемі осындай тік болып жүру керек. Тік. Үнемі тік. Өзі омыртқаға күш түспейді. Арқаның бұлшықеттерін қатайтатын нағыз жаттығулар. Осыны істеп жүрсеңіз, беліңізде, арқаңызда, омыртқаңызда ауырмайтын болады. Былай есесің. Салмақпен істеу міндетті емес. Бара-бара 16 килограмм дегенмен, одан 24-пен, одан 38